Жаңа дәуірде Британ империясының, орта ғасырда моңғолдардың, ежелгі дәуірде Римнің атағы шықпай тұрғанда, көне Ассирия мемлекеті әлдеқашан әлемге танымал болды. Тарихшылардың ойынша, империялардың тұңғышы болған Ассирия келесі империяларға үлгі болып қалған мемлекеттік жүйе құрды. 7 ғасырда гүлденіп жатқан кезінде Ассирияның аумағы қазіргі Ирак, Сирия, Ливан, Израильді толығымен және Түркия, Иран, Мысырдың біраз бөлігін қамтып жатты. Бірақ Ассирияның тарихы бұдан да ерте, кейінгі қола дәуірінде Ашшур есімді қаладан басталады. Қалайы мен мата саудасының орталығы болған Ашшур қазіргі солтүстік Ирактағы Тигр өзенінде орналасты. Ашшур атауы басында қала, кейін бүкіл мемлекеттің қамқоршысы болған Құдайдың есімімен байланысты. Біздің заманымызға дейінгі 1300 жылы Ашшур-Убалит атты абыз патша тағына отырып, Ассирияның шекарасын ұлғайтқан соғыстар жүргізе бастады. Бұрынғы мемлекеттер бір қаламен шектелсе, Ассирия өзіне басқа аймақтар мен халықтарды бағындырды. Оның гүлденуі тағы 150 жылға созылды. Бірақ біздің заманымызға дейінгі 12 ғасырда белгісіз апаттың кесірінен ассириялықтар жерлерінің басым бөлігінен айырып қалған. Дегенмен, бірнеше ғасыр өткен соң Ассирияның патшалары тағы да шапқыншылық жорықтар бастады. Бұл жолы олар мемлекет басқару жүйесін жетілдіріп, көпке созылған империяның негізін құрды. Ассириялықтар соғыс өнерінің ізашарлары әрі қаншер жауынгерлер болды. Соғыс кезінде олар қамалдарды қоршау тәсілін қолданып, бағынбағандарды қатаң жазалады. Империяның ұлғаюында жергілікті халықтарды депортациялау саясатының рөлі маңызды болды. Бұл саясат адамдардың туған жерімен байланысын үзіп, көтерілістердің алдын алды. Ассириялықтар аймақтарды бағындырғанда, сол жерде қалалар құрып, оларды жолдар торабымен байланыстырды. Әдетте әрбір жаңа император таққа отырғанда өзіне жаңадан астана салатын. Сөйтіп, салтанатты сарайлар мен көркем ғибадатханалар көбейе берді. Патшалардың билігі шектелмесе де, олардың жанында уәзірлер, ғалымдар және түрлі қызметкерлердің кеңесі болғаны белгілі. Бізге мемлекетті билеген кемінде бір ханшайымның Семирамиданың аты белгілі. Ассириялықтар жорықтарында жеңіске жеткеннен кейін, сол жорықтарын сарайлардың қабырғаларында рельеф ретінде бейнеледі. Бір қызығы, қатыгез және соғыс құмар деген атаққа ие болған билеушілер таяу шығыстың мәдениетіне, әсіресе империяның оңтүстігіндегі Вавилонға қызығушылық танытты. Вавилон біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықтың аяғында хат ойлап табылғаннан бері әлемнің мәдениет орталығы болып келді. Ассирия өзін осы мәдениеттің мұрагері және қамқоршысы ретінде көрді. Ассирия патшалары әртүрлі ғалымдарға қолдау көрсетті. Ірі қалаларда империяның түкпір-түкпірінен жиналған өсімдіктер мен хайуандары бар әсем саябақтар салынды. Соңғы патшалардың бірі Ашшур-Банипал ежелгі әдеби ескерткіштерді жинап, көшіру үшін ғалымдарды Вавилонияға жіберді. Ашшур-Банипалдың кітапханасы мыңдаған саз тақташалардан тұрды. Ондағы мәтіндер шумер мен аккад тілдеріндегі сына жазуымен жазылған. Кітапхана біздің заманымызға дейінгі 612 жылы Астана Ниневиямен бірге қиратылды. Дегенмен, сол кітапхананың кейбір туындылары, соның ішінде Гильгамеш пен әлемнің пайда болуы туралы эпостар біздің күнімізге дейін жетті. Ғасырлар бойы өмір сүрген Ассирия империясы біздің заманымызға дейінгі 612 жылы Вавилон мен Мидия шабуылдарынан кейін құлады. Алайда ассириялықтар алғаш рет ойлап тапқан жаңалықтар әлі де қолдануда. Инновациялар, тиімді басқару, көрнекті инфрақұрылымның арқасында Ассирия таяу шығыстағы ғана емес, бүкіл әлем мемлекеттеріне үлгі болып қалды.